Әлбек, біз адам капитал турасында жиі әңгіме қозғадық қой бүгін. Расында, біздің қазақтың нағыз талантты, нағыз білімпаз азаматтарын даярлап жүрген ірі жоғарғы оқу орындарының ректоры. Я понял, о чем ты говоришь. Бүгінде табысты еңбек етті. Да, самое главное, что сегодня здесь собрались люди, которые добились успеха в абсолютно разных сферах. И сейчас мы хотим передать слово площадке лучших. Встречаем ректора Международного казахско-турецкого университета имени Ходжа Ахмеда Ясауи Жанар Тимирбековой. Жанар ханым, қош келдіңіз. Здравствуйте. Қошеметтеріңіз Ваши Жанар аплодисменты. ханымға. Жанар ханым Түркістаннан арнайы Астанаға атпасын бұрып келіп отыр. Сіздерге пікірін, ойын бөлісуге келіп отыр. Көңіл күйіңіз қалай, дайынсыз ба? Жанар ханым, жалпы Түркістандағы Ясауи университетінің заманауи келбетін қалыптастырып келе жатқан ректор, маман десем, артық айтқаным болмас. Іске сәт. Все, эфир ваш. Спасибо большое. Армысыздар, құрметті отандастар, құрметті телекөрермендер. Бір жыл бұрын біздің университетіміз конституциялық сотпен бірлесе отырып, үлкен халықаралық симпозиум өткізді. Ол жиын ұлы даланың философиясы мен құқықтық мәдениетіне арналған еді. Залда танымал заңгерлер, белгілі академиктер, халықаралық сарапшылар бар еді. Біздер ұлы даланың ұлан ғайыр кеңістігінде ғасырлар бойы ауызша заңға сүйеніп, қоғамдық келісім менен тәртіптің қалай сақталғаны жайында бір-бірінен маңызды, терең баяндамалар тыңдап жатқан кезде залдағы бір әріптесіміз өте өткір сұрақ қойды. Ол былай деді: неге отандық заң факультеттерінде Рим құқығы міндетті пән ретінде оқытылады да, ұлы даланың құқықтық төл мәдениетін жүйелі түрде оқытпаймыз деді. Бұл сұрақ бүкіл залда отырған зиялы қауымды ойға салды. Мен де ойланып қалдым. Жалпы бұл сұрақ Рим құқығының маңызын жоққа шығару үшін қойылған жоқ әрине. Бірақ осы сұрақ арқылы біз өзімізге жаңа бір талап қойдық. Біз өзіміздің құқықтық дүние танымымызды толық түсініп жүрміз бе? Егер Рим құқығы бүкіл Еуропаның құқықтық өргенетін түсінуге, оның негізін қалауға көмектессе, онда ұлы даланың жазылмаған заңы өзіміздің мемлекетіміздің санасын тереңірек тануға көмектесе алмас педі. Шынымды айтсам, мен ол күні бұл сұрақтың толық жауабын бере алмадым. Себебі көп ойлану керек еді. Бірақ сол күннен бастап бұл ой мені жиі мазалайтын болды. Әсіресе биыл қабылданған жаңа конституцияны қолыма алып преамбуласын оқыған кезде бұл сұрақ қайта оралды. Конституцияның ең алғашқы бетінде ұлы даланың 1000 жылдық тарихи сабақтастығы туралы жазылған. Мен осы сөйлемді қайта-қайта оқыдым. Сосын өзіме тағы да сұрақ сұрадым. Неге мемлекеттің ең негізгі құқықтық құжаты ұлы даладан басталады? Неге экономикалық көрсеткіштер емес? Неге саяси амбициялар емес? Неге ол заң терминологиясымен басталмай, ұлы даланың философиясын айтады бізге? Жауабын табу үшін әрине заң кітаптары менен тарих кітаптарын парақтау жеткіліксіз. Біз ұлы даланың рухани мұрасына және ішкі мәніне үңілуіміз керек. Себебі әрбір өркениет өзінен кейін екі түрлі мұра қалдырады. Бірі ол тасқа қашалған, сәулет өнерінде көрінетін материалды мұра болса, екіншісі адамдардың санасына және олардың күнделікті өміріне әсер ететін рухани мұра. Ғасырлар бойы осы ұлы даладағы құқықтық мәдениетті, қоғамдық келісімді басты өзегіне қалай айналдырды. Осы орайда бабаларымыздың нақыл сөздері еске түседі. Арым жанымның садақасы дейді халқымыз. Бабаларымыз ердің құны 100 жылқы, арының құны 1000 жылқы дейді.
Алғаш естігенде бұл жай ғана мақал ретінде көрінуі мүмкін, бірақ байыппен ойланып қарасаңыздар, бұл тұтас бір құқықтық философия. Бұл адамның қадір қасиетін, оның ішкі арын қоғамның ең жоғарғы құндылығы ретінде таныған өркениетті сананың көрсеткіші. Сондықтан халқымыз ғасырлар бойы осынау ұлан ғайыр кеңістікке сыртқы жауға дес бермей, өз тұтастығын сақтап алуының да сыры осында жатыр. Сондықтан мен ұлы даланың құқықтық мәдениеттің ең алдымен ар мектебі деп айтар едім. Бұл мектептің зәулем ғимараттары болған жоқ, бірақ оның ұлы ұстаздары болды. Халықтың мың жылдық даналығы болды. Әрбір шаңырақтағы отбасы тәрбиесі болды. Осы мектеп адамды заңнан қорқуға, не болмаса жазадан қашуға емес, адамды өз арын аттамауға, бірінші кезекте өз ұятының алдында есеп беруге тәрбиеледі. Дәл осы дүниетаным уақыт өте келе ұлы ойшылдарымыздың еңбегінде терең философиялық жүйеге айналды. Әл-Фараби ізгі қоғамды әділетті адамнан іздейді. Яссауи бабамыз адамның рухани кемелденуін мейірім мен жүрек тәрбиесіне баулайды. Ал Хакім Абай осы 1000 жылдық бабалардың аманаттаған өсиетін бірақ ауыз сөзге сыйғызды. Адам бол деді. Бүгін біз халықаралық мінберлерде бұны адам құқықтары және адам капиталы деп айтамыз. Ал біздің жаңа конституциямыз сол 1000 жылдық құндылықтарды бүгінгі күннің құқықтық нормасы ретінде бекітті. Бұл ұрпақтан ұрпаққа үзілмей жалғасып келе жатқан құндылықтар сабақтастығы. Осылайша ұлы дала өткеннің ескі естелігі ретінде ғана емес, бүгінгі заманауи мемлекетіміздің басты рухани бастауларының бірі ретінде көрініс тапқан. Бұл өте маңызды қадам. Өйткені Конституция бұл тек қана мемлекеттік биліктің құрылымын, оның шенеуніктердің міндетін белгілейтін құрғақ құжат емес. Бәрінен бұрын Конституция бүкіл қоғам болып, ұлт болып, біз қандай құндылықтарды таңдадық деген сұраққа жауап береді. Осы ойды мемлекет басшысы өте дәл жеткізді. Ол Конституцияға арналған халықаралық конференцияда президентіміз былай деді: қазақ ұлы дала заңына бас иген, ар ұяттан аттамаған халық деп қадап айтты. Мен бұны тек қана тарихи сипаттама ретінде қабылдамаймын. Бүгінгі қоғамға мына тұрған сіздер менен біздерге қойылған тікелей талап деп ойлаймын. Өйткені арға сүйенетін ішкі сүзгісі бар қоғамды алдау мүмкін емес. Сондықтан бүгін Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің 7 жарғысы, бұлар мұражайда шаң басқан жәдігер емес. Олар біздің құқықтың санамыздың қайдан басталғанын, біздің мәдени кодымызды түсіндіретін өте үлкен дүниетаным. Заңдардың атауы өзгерді, мемлекет өзгерді, заман мүлдем басқа болды, бірақ қорғалатын ең басты құндылық өзгерген жоқ. Ол адам және оның қадір қасиетін қорғау. Құрметті қауым, егер біз осы құндылықтар сабақтастығы туралы айтатын болсақ, онда заңды бір сұрақ туады. Бұл құндылықтарды кім сақтайды? Оны келесі ұрпаққа кім жеткізеді? Оны кім үйретеді? Мен үшін бұл сұрақтың жауабы анық. Ол әрине университет. Себебі заманауи университеттер, олар тек қана маман шығарып, диплом табыстамайды. Олар сонымен қатар өркениеттің жадын сақтайды, ұлттың кодын жалғастырады және осы орайда жұмыс атқаратын ең басты әлеуметтік институт деп қабылдаймыз. Себебі әрбір өркениет тек қана заңдармен өмір сүрмейді. Ол міндетті түрде құндылықтарменен өмір сүреді. Ал құндылықтар, білесіздер, өздігінен сақталмайды. Олар зерттеледі, түсіндіріледі, оқытылады және ең бастысы адамның күнделікті мінез құлқына айналады. Сондықтан мен университеттің қазіргі миссиясын 3 сөйлемде айтар болсам, былай деп түйіндер едім. Ұлы дала бізге құндылықтарды аманаттады.
Ата заңымыз сол құндылықтарды құқықтық нормаға айналдырды. Ал енді университеттің міндеті сол заңдық нормаларды студенттің, адамдың күнделікті мінез құлқына, өмірлік ұстанымына айналдыру. Енді осы идеяны университет өміріне шынайы реалияға алып келейікші. Әрине, жоғары мінберде тұрып, ар мен әділет, заң және тәртіп туралы айту өте әдемі естіледі. Шынайы өмірде қалай? Заң үстемдігін орнату оңай ма? Осы орайда мен біздің университетімізде болған жайтты сіздерменен бөліскім келеді. Себебі біздер өте үлкен, қиын сынақтан өттік. 5 жыл бұрын Ахмет Яссауи университетінде біз толық ашықтық, сыбайлас жемқорлықтан ада кеңістік, темірдей тәртіп орнатамыз деп шештік. Ескі жүйемен жүріп, заң бұзушылыққа бой алдырған, студенттің ақысын жеген кейбір қызметкерлерменен қоштастық. Сонда не болды деп ойлайсыздар? Реформаға, тазалыққа қарсы шыққан топ бірігіп, құзырлы органдарға 200-ден астам арыз шағым түсірді. Ойланып көріңіздерші, 200 арыз. Ал әлеуметтік желілерде жүріп жатқан ақпараттық шабуыл мен кибербуллинг туралы айтпай-ақ қояйын, өз алдына үлкен бір тақырып. Университетке бір-бірінен 20-дан астам ауыр тексеріс келді. Мемлекеттік аудиторлар, еңбек инспекциясы, арнайы тексеруші комиссиялар, экономикалық тергеп тексеру департаменті, прокуратура айлап тексерді. Әрбір құжат, әрбір шешім, әрбір тиын лупамен, микроскоппенен қаралды. Біз бүкіл ұжымға, әсіресе басқару тобына бұл әрине оңайға соққан жоқ. Бірақ біз нәтижесі не болды? Жүргізілген 20-дан астам қатал тексерістің қорытындысы бойынша бірде-бір шағым дәлелденбеді. Университет соңына дейін сүттен ақ, судан таза болып шықты. Неліктен? Өйткені біздің реформаларымызда жеке адамның мүддесі емес, таныстық емес, тек қана әділет, ар, заң және тәртіп болды. Осылайша біз заң және тәртіп біздің ең үлкен қалқанымыз болды. Рахмет, сіз айтып отырған құндылықтар сақталған уақытта әділетті қоғамды, әділетті Қазақстанды біз бірге қалыптастырамыз.